Сау. Қонақтар қош келіпсіздер. Мынау менің балам ғой. Көрші апа білесіз ғой да? Көрші апа мынау Қадыр деген бала. Мынау деген Қарагөз деген келінім. Кешегі түсірген видеоға түсіріп жатыр. Мынау Әлия деген, мынау деген Саттық деген үлкен келінім. Көрші апам екеуінде шай ішпедім дегесін соны түсіріп жатырмын. Қадыр бері қарап түсірші. Екі келіннің ортасында жарқырап Сәлі, ала беріпса енді осылардың қызығын көрсетсін, көбейте берсін, ұрпағын жалғастыра берсін. тату болсаңдар, бірінші басты сіздер тату болсаңдар, балалар тату болады. Енді мынау дейтін Әли апа, Әлия деген базарда жұмыстасып мынау Менің балам Маша деген апам деп келіп жатыр. баласы үйленбей 30 жыл анау Күріш апам, мынау Айнал апам апсыным, мынау Шәрбану дейтін жеңгем, Қаратөбеден келіп тұр. Мынау Медина деген соның қызы, менің кіндік қызым. Осындай. Мынау Аязжан деген Аякөн деген менің Аяжан есімі. 64-ші жылғы Ерболат деген ағамның үйіндегі келін, Дархан деген кіндік. Осының қызы, бұл немересі ағамның әкем жолай. Зере деген қыз, Зере. Тойларыңды өткізіп, ата-ананың борышы Құдалықтарымызды өткізіп, тойымызды өткізіп, екі құдалықты жасап, Астанаға да тойға барып келдік, апа. Астананың құдалығына барып келдік. Бәрін полный болды. Ана жаққа барып келдік. Астанаға барып келетіндерін алып келді ғой Келіндерін алып келдік. Ал сондай жағдай, сондай қуанышты жағдай, бәрімізге жұғысты болсын, деніміз сау болсын, ал барымыз тамақ алуға рұқсат, тамақ алып. Енді қыздарым жаңағы айтып кетіп едім, сол қызы базардың қыздары ғой, бірінші шай беріп жіберейінші, бір жұмыстастарым ғой, жұмыстастар дейміз, онымен келмейміз деп айтқан жоқ, бәрі келеміз деген сияқты. Түсінбей қалды. Ал жарайды келді. Барымен тамағымыз шайдан мыңғайлай берсін. Рахмет. Қуан сен, қуана бер.